Міне осы біздің үй. Кел, кіре ғой. Вау! Ал, міне қош келдің біздің үйге. Міне біздің үй осындай. Ал бұл қыз сенің әпкең болады. Аты Элина. Элина, сәлем деп қойсай. Сәлем. Ал бұл қыз біздің кішкентай ғана ең кенжеміз, Элеонора. Ал кейін өздерің танысып аласыңдар, жүре ме? Ал енді саған үйімізді көрсетейік, жүре ғой. Мына чемодан тастай ғой, саған жаңа заттар алып береміз. Қызым, не болды, көңіл күйің жоқ қой? Жоқ, ештеңке емес. Мен сендерге бірақ айтып едім ғой, басқа қыз асырамай қойыңдар деп. Қызым, енді өзің білесің ғой, үлкен қызсың, ақылың бар. Ту, жарайды әке. Мына Элеонораға қарай тұрыңызшы. Мен қазір келем. Болды, жылама. Ал міне көрдің бе, мен қанша гүл өсірем. Осылардың бәріне күнде қарап тұру керек. Жарайды, өзім де қарай берем. Қазірден бастап дайындалып жатсың ба үй жинағанға? Қызым, екеулерің бірге жинайсыңдар ғой. Жүре ғой мына жерге. Бұл біздің осындай бөлмеміз. Тағы да бөлме бар мына жерде. Кухня бар. Әдемі киіл. Міне бұл жер сендер ойнайтын жер. Ары қарай мына жерде стол бар. Өздерің кейін ойнайсыңдар. Қызым, мына чемодан тасысайшы. Уже керек жоқ. Маған керек, себебі бұл жерде маған керек заттар бар ғой. Біз саған жаңа заттар алып береміз. Бұл жетімдер үйіндегі заттарды тастау керек. Жарайды, жүрші. Так. Ал кеттік, қызым. Әрине. Ал міне келдік. Үшінші этажға ма? Саған арнап жасаған тосын сыйымыз осы. Қалай, қызымдады ма, білмең? Иә, әдемі, бірақ заттар аз сияқты. Иә, кейін саған сатып алып береміз ғой. Бұл негізі крышадағы бөлме ғой. Бұл жерге ешкім тұрмайтын. Енді қызымыз болғаннан кейін саған осындай заттар алып бердік. Жарайды, рахмет. Маған барлық бөлмеңіз ұнады. Жарайды, қызым, онда заттарыңды орналастыр. Бәрін өзің заттарыңды орнына қой. Кейін кел, асқа түс, шай ішеміз. Жарайды. Заттар аз сияқты, бірақ сонда да әдемі болып тұр. Не деген сүйкімді ойыншық? Бұл енді менің сүйікті ойыншығым болады. Бірақ бұл жерде ойыншықтар жоқ қой. Ал, міне кофеде дайын болып қатты. О, наконец-то келді. Ал, міне кофе. Аяна әлі келмеген бе? Жоқ, әлі келмеді. Әлі заттарын қойып жатқан ғой онда. Жарайды, күте тұрайық. Асырап алған қыздарны күтіп отырсыңдар ма? Қызым, енді олай айтушы болма. Ол сенің енді сіңілің болады. Жарайды, айтпаймын. Әні өзі де келе жатыр. Күтіп қалдыңыздар ма? Мен заттарымды орнына қойып кеттім. Көрмеппін. Мүлдем ішіп көрмегенсің ба? Иә. Біз отбасымызбен бәріміз кофені жақсы көреміз. Енді күніне осыны бір рет ішіп тұрамыз. Дәмін көр, саған да ұнап қалатын шығар. Жарайды. Дәмді екен. Неге маған Элина жаман қарап тұр? Басында әрине бәрі жақсы болатын. Маған неше түрлі сыйлықтар сыйлайтын, киімдер сыйлайтын, ойыншықтар сыйлаған. Ал маған бұл жолы өте ерекше сыйлықтар сыйлады. Мен әрине қуанышымда шек жоқ. Бәрі қайда кеткен? Жарайды, қызым, алып берем, жарайды. Ура, рахмет. Қызым айтса болды, алып берем менде. О, Аяна, келе ғой.
Иә, не болды? Мен сіз не істеп жатсыздар? Сен келмей тұрып жақсы болып жатыр еді. Қызым, Элинаның сөзін көңіліңе алма, жарай ма? Қызым айтпақшы, ана жерде гүлдер қурап жатыр. Соған суғаршы. Әрине, жарайды. Сосын қызым, мына екінші этажды жинап берші, иә? Үлгермей жатырмыз. Жарайды, иә, жинаймын. Осы қызды не үшін асырап алдыңдар? Асырмай ақ қою керек еді ғой. Қой қызым, олай айтпа. Қызым, енді мен оны бекерден бекер асырап алған жоқпын ғой. Уже бір апта өтті, қызым, болды, айта бересің осыны енді. Сендер мені жақсы көрмейсіңдер. Міне Элеонораны өздерің бағыңдар. Сен естіп тұрсың ба бәрін? Жоқ, суғарып жатырмын. Жарайды, мән бермей ақ қояйын. Так, бірінші Элеонораның бөлмесіне бастайын. Бөлмесі қандай секілді, әдемі. Тіпті менікінен де әдемі. Жарайды, ол кішкентай ғой. Ойыншықтары жерде жатыр екен. Мәссаған, не деген сүйкімді ойыншық. Мәссаған. Бұл ойыншықты өзіме алғым келеді. Жарайды, мында алып қояйын. Мынаның ішінде не бар екен? Жарайды, жинастырайын. Енді келесі бөлмелерді жинастырайын. Бұл бөлме гардеробный ғой деймін. Мәссаған, бұл Элинаның бөлмесі ма? Не деген әдемі? Вау! Тіпті косметикалар да бар екен. Жай қарап көрсем болатын шығар. Ешкім ұмытпайтын да шығар. Так. Вау! Так, мынаны алайын. Қатты байқалмайтындай боянайын. Әйтпесе байқап қойып ұрсады. Не деген әдемі? Ей, сен естіп тұрсың мен бөлмемде? Қой орнына косметикамды. Жай, мен әшейін көрейін дедім. Тиіспедім онша. Міне өзің көр. Көзіңді бояп апсың ғой, бұл менің косметикам, тиісуші болма, және кірмей мен бөлмеме. Маған сен сияқты сіңлі керегі жоқ, шық бөлмемнен. Косметикам бәріне тиісіп сапты ғой, тым көрмеген. Неге мені сонша жек көреді, мен дым істемедім да ғой. Жыламай қояйын, қазір біреу көріп қойса. Одан да мына жерді жинастырайын. Ана қызым, жинап қойдың ба уже үйдің бәрін? Иә, мына жерді жинап біттім. Саған айтам деп ұмытып кеттім ғой. Элинаның бөлмесін жинамай ақ қой. Себебі жинағаннан ұнатпайды да, ол өзі жинайды. Тіпті маған да жинатқыздырмайды. Иә, өзі жинамадым әлі. Қызым, не болды, көңіл күйің жоқ қой? Бәрі Элина үшін ба? Иә, енді Элина кішкене ашулы шаң болып келеді ғой, енді ашуланады, тез ашуланады. Саған тиісіп жүрме ол? Жоқ, тиісіп жүрген жоқ, бірақ кейбір кезде маған жаман ұрсады. Ұрсады? Қызым, мен онымен өзім сөйлесем, жарай ма? Ал сен мән берме. Жарайды, мән бермей отырсам. Жүре ғой, қызым, саған арнап коктейль жасап қойдым.
Мәссаған, оның дәмі қандай болады? Жүр өзің көресің.